Саламатсызбы, құрметті студенттер. Бүгін біз приборлар және жүйелерді жобалау негіздері пәні бойынша 4-ші тәжірибелік жұмысты жасаймыз. 4-ші тәжірибелік жұмыстың тақырыбы прибордың берілген құрылымдық сұлбасы бойынша электр сұлбасын құрастыру. Сіздермен бірге Аймагамбетова Раушан Жанатқызы. Қараңыздар, жұмыстың мақсаты электрлік құрылымдық сұлбалардың құрылу тәсілдерімен танысу. Енді ортақ мәліметке келетін болсақ, приборлардың құрылымдық сұлбасы дегеніміз не? Өлшеуіш приборлар кіріс сигналын шығыс сигналына түрлендіруді қажет етеді. Мысалы, шығыс сигналды табу үшін кіріс сигналының функциясы алынады. Мұнда X-ті және Y-ті векторлық өлшемдер болады, ал fx түрлендірудің талап етілетін функциясы теңдігін кіріс ақпаратты шығысына түрлендіретін прибордың ақпараттық моделі ретінде қарастыруға болады. Егер кіріс және шығыс сигналдары бірнеше параметрлермен сипатталынатын болса, ақпараттық және ақпараттық емес болып бөлінетін кейбір физикалық процестер көрсетіледі. Негізгі пайдалы сигнал X-ті құрылатын өлшенетін өлшемдер біріншілікті ақпараттың параметрлері болып табылады. Қысым, температура, сұйықтардың көлемі мен шығыны, бұрыштық жолақтық өлшемдер, қашықтық, жылдамдық, үдеу, деформация, кернеу, діріл, ішкі сызат материалдарды жолақтық және тағы басқаларды жатқызамыз. Зиянды ауытқуларға қатарына артық жүктеу, діріл, электрлік, магниттік өрістер, басқарылмайтын температура вариациялары, қысым, қоршаған ортаның ылғалдылығын жатқызамыз. Конструктор прибор жасаушылар үшін маңызды ақпарат бұл өлшеуіш құрылғының ішкі құрылымы болып табылады. Өлшеуіш құрылғылар нақты функцияларды орнатуға арналған кейбір элементтер санына құрамалы бөлік болып табылады. Мысалы, түсетін сигналды формасына немесе энергия түріне байланысты түрлендіріледі. Тізбек коммутациясы, тербелістердің тынышталуы, шу тасымалдайтын өрістерді қорғау, ақпаратты ұсыну және тағы басқа сол сияқты. Өлшеуіш құрылғылар элементтеріне тіректер, бағыттауыштар, серіппелер, магниттер, контактілер, көбейтіп ауыстыратын механизмдер және тағы басқалар жатқызамыз. Өлшеуіш құрылғылардың негізгі бөліктері келесі: түрлендіргіш элемент, бұл өлшемнің тізбекті түрлендіруінің қатарының бірінде орын алатын өлшеу құралының элементі. Өлшеу тізбегі, бұл өлшеу ақпараттың түрлендіру сигналын жүзеге асыратын өлшеу құралдарының түрлендіргіш элементтерінің жиынтығы. Сезімтал элемент, бұл өлшенетін шаманың ықпалына болатын өлшеу тізбегінің бірінші түрлендіргіш элементі. Өлшеу механизмі, бір-біріне ықпал етуі, олардың бірдей орын ауыстыруын тудыратын элементтер тұратын өлшеу құралдарының құрылымының бір бөлігі. Және есептік құрылғы, өлшенетін шаманың есептеу мәндеріне арналған құралының құрылымның бөлімі. Тіркеуші құрылғы деп отырғанымыз, алынған мәндерді тіркеуге арналған өлшеу прибордың тіркеуіш бөлігі. Мына астыңғы суретте сіздерге тура әсер ететін өлшеуіш құрылғылардың құрылымдық сұлбасы көрсетілген және салыстырулар жасалған. Біріншілерін көбінесе тура түрлендіру өлшеуіш құрылғылары деп атайды біріншілерін, ал екінші біркелкілік немесе компенсациялық түрлендірудің өлшеуіш құрылғылары деп атайды.
өлшеуіш құрылғылардың құрылымдық сұлбасы қолданылатын түрлендірілетін әдіспен анықталады. Тура түрлендірудің әдісінде құралған өлшеуіш прибор келесі суретте көрсетілген. Мысалы, А бұл өлшенетін физикалық шама, X бұл басқа физикалық шамаға түрлендіреді. Мысалы, келесі тоқ, кернеу, қысым, орын ауыстыру, күш, сезімтал элементтерді есептеуге әдетте осы түскен сигналдарды күшейту арқылы құрылымдық сұлбалар таңдап алынады. Екі элементтің шығыс сигналын өлшеу үшін үшінші механизм келіп түседі, көрдіңіз ба? Элементтердің орын ауыстыру есептік құрылғымен төртте аяқталып жатыр. Екеуінде де. Өлшеуіш прибордан алынатын шығыс сигнал У көрсеткіш адамның сезім мүшелерімен қабылданады. Көрдіңіздер ме? Біркелкілік түрлендіру әдісі негізгі құрылған өлшеу прибордың сұлбасы келесі суретте көрсетіліп жатыр, Б суретінде астыңғы. Мұндай приборлардың ерекшелігі болып теріс кері байланыстың болуы табылады. Мұндай сезімтал элементтің шығысында Z кірісіне түсетін екі шаманың салыстыруды орындайтын 5 элементті түседі, және Z шамасынан басқа 5 элементті шығысына кері түрлендіретін 6 шығысында құрылатын кері таңбамен Z ур біркелкілік сигналы беріледі. Элемент 5, мысалы, шығысында әртүрлі Z, Z ур мәндер шамасына пропорционал құрылады. Приборлардың есептеу мен жобалауда екі тапсырма қаралады. Бұл түйіндердің берілген сипаттамаларына сәйкес жалпы прибордың сипаттамасын анықтаймыз. Екі прибордың берілген сипаттамалар бойынша түйіндердің сипаттамалары анықталатын синтез. Келесі бұл сараптама мен синтезді тапсырмаларын қарастырудың келесі сатыларға бөлініп тұр. Бірінші бұл өлшеу тәсілін таңдау, яғни Z фатик заңын таңдау. Мұндағы Z бізде тікелей өлшенетін шама, ал X өлшенуге тиісті шама. Екі бұл өлшеу сигналдарын қарапайым түрлендіруін орындайды. Түйіндердің жиынтығын ұсынатын прибордың құрылымдық сұлбасын құрамыз. Үш бұл прибордың түйіндері мен жалпы прибордың статикалық және динамикалық сипаттамаларын анықтау. Осы сипаттамаларды ауытқуды табу мақсатында талап етілетін сипаттамалармен салыстырамыз. Және 4 құрылымдық сұлбаны, принциптік сұлбаны техникалық жүзеге асыру. Мысалы, мұнда термоэлектрлік термометрдің құрылымдық сұлбасы мысал ретінде қарастырайық. Бұл приборда температураның электр қозғаушы күші түрленуі жүреді. Мысалы, мынау электр қозғаушы күш болса, бұл температура, прибордың температурасын одан кейін катушкаға жіберіледі да, айналдырушы моментпен құрылады. Бұл моментті иілгіш жылдамдық моменттердің инерциялық күш моментінің суммасымен әрекеттестігі М және Г гальванометрдің қозғалмалы жүйесін ауытқу бұрышына фи түрленуі жүзеге асырылады. Осылайша сигналдардың түрленуі Б суретте көрсетіліп тұр, функциялары VP1, V2P, V3P, V4P, олар VI, мысалы, M, фи теңдігімен көрсетіліп жатыр. Келесі мысал ретінде міне қорек көзімен кіріс сигналының жиілігін өлшейтін құрылғы бар, өлшеу күшейткіш. Онда да
сигнал түрлендіру кезеңі көрсетіліп тұр, иә, V1P, V2P көрсеткендей, ол тізбекті немесе аралас болуы мүмкін. Прибордың түйіндерінің жалғану сызбалары А тізбектей, Б қарама-қарсы параллель, В параллель келіскендей, екі аралас. Келесі, егер сізге жобалауға арналған техникалық тапсырма құрамында кіріс және шығыс тізбегіне жататын арнайы талаптар болса, онда берілген талаптарды күшейткіш құрамында арнайы кіріс және шығыс бөліктері болған жағдайда орнатуға болады. Қажетті параметрді алудың негізгі әдісі бұл жергілікті кері байланыспен қамтылған кіріс және шығыс бөліктері әрбірі жеке күшейткішті ұсынатын кері байланыс тізбегін енгізуге болады. Мысалы, күшейткіштің құрылымдық сұлбасы келесідей көрсетілген, көрдіңіз ба? Бір мұндағы 5, 8 деп отырғанымыз бұл жолақтық салыстырушы түзетуші құрылғы. Мұндағы 2, 6, 9 деп отырғанымыз электронды күшейткіштер, мұны 3, 7, 10 деп отырғанымыз кері байланыс тізбектері, ал 4 бұл тұрақты құраушының өткізбейтін бөлгіш тізбегі. Күшейткіш кіріс бөлігін жобалайсыздар, мұны осылай кіріс бөлігінде қандай шамалар кіреді, және аралық бөлігін жобалайсыздар, арасында қандай жобаланатын күшке, мысалы, қандай коэффициент қолданылады, соны да жазасыздар. Әрбір коэффициентке өзінің санына тең тиесілі болады. 3 каскадты мысалы қарастырылған. Сосын күшейткіштің шығыс бөлігін жобалайсыздар. Ол үшін 15 вольтты қандайды бір салмақпен жүктемесін қосқан кезде шығыс кернеуін алу үшін 0,05 ампер көп болатын қуатты микросұлбаны саласыздар. Жұмыстың орындалу тәртібіне келетін болсақ, сіздер электрлік дифференциалды сұлбаның құрылу тәртібін зерттейсіздер, әзірлейсіздер, мес талаптарына барлығына сақтай отырып, өлшеу прибордың электрлік принципиясын сұлбасын құрастырасыздар. Және де соңғы сұлбаға элементтер тізімін кіргізесіздер. Жұмыстың барысына мазмұнына сіздер мақсатын, титул парағын, өлшеуіш прибордың таңдап алынған өлшеуіш прибордың принципиалдық сұлбасын саласыздар және бақылау сұрақтарға жауап бересіздер. Электрлік принципиалдық сұлба дегеніміз не? Көптеген электрлік байланыстары бар сұлбаны құру үшін қандай тәсілдері бар? Сұлбаны құрастыратын бөліктерді атап шығыңыз. Электрлік принципиалдық сұлбаны құру принципі, құрылымдық сұлба дегеніміз не? Құрылымдық сұлбаны құру принципі дегеніміз не? Функционалды схема дегеніміз не? Және функционалдық сұлбаның құру принципін жазасыздар. Ол міндетті түрде. Осымен бізде тәжірибелік жұмыс бойынша сабағымыз аяқталды. Міндетті түрде тапсырманы орындаңыздар. Сау болыңыздар.